Мұсылман елінде кішкентай қалада бір жігіт өмір сүріпті. Маскүнемдікке салынған екен сол жігіт. Әйелімен бірге тұрады екен, өмір бойы сол арақтың аузы босамапты. Маскүнемдікке салынған әбден. Сол жігіт жылдар бойы ішіп, бір күні үйіне қатты мас болып ауырып келе жатса, үйіне жете бере жүруге шамасы келмей көршінің заборына қақпасына сүйеніп бас салбырап тұрып қалады. Соны қарап тұрып жерде бір жыртылған қағаз жатқанын, онда алла деген сөзін байқап қалады, сөзді жазуды. Ой алла, мынау алла деген сөз ғой. Жаратушы иенің аты мына қағазға жазылған жерде жатыр. Бұл не деген сұмдық? Бұл алла ғой, ол жаратушы ие ғой деп қанша ауырып тұрса да еңкейіп әзбер деген ана қағазды алып алақымен қағып, я алла деген жазу. Бұл не деген сұмдық? Астағфиралла, алла кешіре гөр. Бұны үлкен адамдар тастамайды. Бұны тастаған балалар шығар, байқамай тастаған ғой. Аллахым, ешкімді жазалай көрме, кешіре гөр бұл үшін, Аллахым. Енді не істедім бұл қағазды? Киімімді арақ сасиды, денемді арақ сасиды. Жоқ, мен мұны таза жерге қойайын деп қағазды қағып, жан топырақтан жоғары жақына бүктеп қыстырып қояды қақпаны. Содан кейін өзі әзерден тәлтіректеп, ол алла, мейірімді алла ғой. Жоқтан бар етті ғой бізді. Кешірімді ғой. Міне мен қанша күнәһар болып жүрсем де әлі мені кешіріп келе жатыр. Аллах мейірімді, Аллах кешірімді деп сыбырлап күбірлеп үйіне дейін жетіп төсегіне құлайды. Сол күні түнде имам түс көреді, сол қаланың имамы. Түсінде Аллах тағала аян береді. Бір әулие қайтыс болды бүгін түнде, соны соңғы сапарының құрметпен шығарып сал деп. Имам мешітке шығып келеді, аянды орындайын деп. Кім қайтыс болды бүгін? Қандай әулие адам қайтыс болды бүгін деп. Сонда жамағатта жоқ, ешкім қайтыс болған жоқ. Аманшылық, құрметті имам дейді. Сонда бір жігіт тұрып, бір маскүнем алқаш күнәһар қайтыс болған бүгін түнде дейді. Біздің жақта тұрады дейді. Одан басқа бәрі аман дейді. Содан кейін имам таң қалып, үйіне келіп, таңғы намаздан кейін тағы көз ілініп кетсе, тағы да сол аянды көреді. Әулиені құрметпен шығарып сал деген. Содан кейін имам киімі мешітке келеді халыққа. Басқа тағы да біреу бар ма қайтыс болған дейді. Жоқ, ешкім жоқ қайтыс болған дейді. Онда жүріңдер деп халықты ертіп алып, ана маскүнем үйіне барып құрметпен мәйітін жуып, соңғы сапарға жаназасын шығарып аттандырады. Үйіне қайтып келе жатқанда жолда қасындағы кісілер сұрайды, жаңағы маскүнем